Сен қазір есепті шығара аласың, кітап оқып анаңа немесе әкеңе көмектесесің. Бір жұмысты әр түрлі уақытта орындауға болатынын байқағанда боларсың. Шамаларды қарастырайық. Өнімділік белгілі бір уақытта, 1 секундта, 1 минутта, 1 сағатта, 1 күнде, 1 аптада, тағы сол сияқты орындалған жұмыс. Басқаша айтқанда, өнімділік жұмысты орындау жылдамдығы. Мысалы, кондитер күніне 12 торт дайындайды. Күніне 12 торт дайындау бұл еңбек өнімділігі. Т жұмысты орындауға кеткен уақыт. А орындалған жұмыс. Мысалы, 50 бөлшек жасалды, 6 тәрелке жуылды, 20 бет оқылды, 5 есеп шешілді, есеп шығарамыз. Кондитер күніне 12 торт дайындайды. 5 күнде қанша торт дайындайды? Орындалған жұмысты табу үшін жұмыс өнімділігін уақытқа көбейту керек. А тең В көбейту Т жұмыстың формуласы. Кондитердің жұмыс өнімділігі 12-ні, жұмысты орындау уақыты 5-ке көбейтеміз. 60 болады. Кондитер 5 күнде 60 торт дайындайды. Кері есеп шығарамыз. Бірінші есеп. Кондитер 5 күнде 60 торт дайындайды. Ол бір күнде неше торт дайындайды? Өнімділікті табу үшін орындалған жұмысты орындауға кеткен уақытқа бөлу керек. 60 бөлу 5 тең 12. Кондитер бір күнде 12 торт дайындайды. Екінші есеп. Кондитер бір күнде 12 торт дайындайды. 60 тортты неше күнде дайындайды? Барлық жұмысты орындауға кеткен уақытты табу үшін орындалған жұмысты жұмыс өнімділігіне бөлу керек. 60 бөлу 12 тең 5. 60 тортты 5 күнде дайындайды.